Қазақстанға чангандар келіп жатыр дейді. Чанган дегеніміз мынау ма? Жоқ, бұл чанган емес. Вот мынау чанган. Чанган деген осы. Ал бұл тепловоздың аты Т-36А. Бірақ локомотив бригадасының арасында чанган атпен танымал. Дегенмен бұл тепловоздың негізгі аты Т-36А емес, бұл тепловоздың негізгі аты FXN3C деген Қытайдың тепловозы. Қытай бұны өзінің солтүстік аймағы, яғни внутренняя Монголия округіне арнап жасалған. Өйткені ояқтың климаты қыста өте салқын, жазда өте ыстық, шамамен біздің Қазақстанның температурасына келет, климатына келет. Сол Қазақстан осы тепловозға заказ бергендіктен цветін өзгертіп Т-36А деген ат беріп шығарған. Бұл тепловоздың ұзындығы автоцепкінен бастап есептегенде 23 метр болады. Ені 3 метр, салмағы 150 тонна, 120 скоростқа дейін барады. 3500-3600 киловатт аумағында күші. Колесный парасының үлкендігімен ерекшеленеді, бірден көзге түседі. Так, бұл тепловоздың топливный багы. Бұлда КМ сияқты стеклышкасы бар, әйнегі бар, өлшейтін. Тек бір қарастырылмаған жері ортасындағы мына бір жерден топливо қанша екені көрінбейді. Мерникпен өлшейді, ол үшін мерникпен өлшегенде данный момент 6200 литр болды. Сол жері ойластырылмаған екен. Мынау горловинасы, жалпы бұлай объем 8600 литр сыйымдылығы. Бұлай жүрісі жақсы, шайқамайды. Және 70-пен келатқан кезде ощущение как бы 40-пен келатқан сияқты болады. Бұда да екі кабина болады, К1, К2 деген. Шахты жағы К2, электрооборудование жағы К1 болады. Ішіне келетін болсақ, шахты жақтан бастайық. Мынау жаңа бункері, мынау жалюзи. Жалюзи ашатын жері тоже минусы бар. Ручной автоматический жоқ. Қолмен ашады. Мынау регулировочный болт. Осымен бұрап, жапқан кезде до конца жабылмай, шамалы шел болып тұрып істеп қоюға болады солай. Шахтада бізде 2 дана компрессор бар. Компрессор, мына бір қара масляной фильтр. Мына үлкен қара бұл воздушный фильтр. Масляной фильтрдің қасында әйнек бар, сол әйнекте майын қараймыз. Майының түсі осындай қызылша қоңыр болу керек. Егер ағарып кетсе, демек конденсат жиналып эмульгация болды. Ол кезде компрессорды 2 сағатқа сөндіріп, шамамен сливной болтын ағытып, конденсатын шама келгенше ағызып тастауға тырысамыз. Компрессор сөнген кезде осылай тез арада көтеріледі майы. Қашан компрессор іске қосылса, ол кезде майы дереу түседі. Минимальныйға дейін түсіп кетеді. Мынау индикатор бір воздушный фильтрдің қасында тұрады. Осылай ақ болу керек, сонда воздушный фильтрі таза болып есептеледі. Қашан бүйтіп қызарып кетсе, демек воздушный фильтрі ластанды, воздушный фильтрін тазартып жіберу керек. Так, мына жерде бізде предохранительный клапан бар. Мына компрессордың артында тұрған 2 колонка, бұл адсорбер. Адсорбер 2 колонкадан тұрады. Бұда бір колонкада осушка болып атқан кезде, екінші колонкада регенерация болады. Осушка дегеніміз не ол? Осушка дегеніміз мына адсорбердің ішінде адсорбент дейтін элементтер болады. Сон компрессорден шыққан дымқыл ауа осы адсорбенттен өтіп құрғайды. Сол құрғаған кезде адсорбент өзі дымқыл болып қалады. Сол дымқыл болып қалғанды құрғату үшін құрғаған ауамен обратный процесс продувка жасайды. Сол кезде продувка жасап құрғатады. Бұны регенерация деп айтады. Бізде шахтада тағы да мынандай бокс бар, ящик. Мына кнопканы басып, оң жаққа бұрасақ ашылады. Бұның ішіне тепловоздың құралдарын, тормозной колодка және тағы да басқа темір-тесектерді салып қоюға болады. Және шахтада бізде пусковой масляной насос бар. Жалпы тепловозда 2 насос бар. Шестеренчатый насос от дизеля, ол дизельдің өзінде орналасқан, от алған кезде іске қосылады. Және пусковой масляной насос. Пусковой масляной насос, міне бір насос.
бұл тепловозды оталдыратын кезде қосылады және по часовой стрелке айналады. Қашан тепловоз оталады, бұл сөніп, жаңа екінші шестеренчатый насос от дизеля қосылады. Және сөндіретін кезде де бұл іске қосылады қайтадан, тепловоз сөндіріп атқан кезде. Бірақ бұл кезде против часовой стрелке айналып, нагнетатель дизельға майды апарып, нагнетательді суытады. Сөйтіп бұл масляной насос бізде и по часовой, и против часовой айналып тұрады. Neuro NEN бочка бұл масляной фильтр. Майды тазалап тұратын фильтр. Мына қасындағы сопақтау келген бұл топливный фильтр тонкой очистки. Neuro мониторында тұрған стрелка егер ақта тұрса, значит фильтр таза деген сөз. Қашан қызылға дейін барса стрелка, онда перепад давления бар, фильтр ластанды деген. Мына төменде тұрған бұл бізде топливный насос, пусковой топливный насос. Бұл да масляный насос сияқты екеуі болады. Біреу оталдыратын кезде, және екіншісі оталғаннан кейін дизельдің өзіндегі шестеренчатый насос. Так, мынау бізде фильтр грубой очистки. Одан кейін фильтр тонкой очисткінің қасында тұрғанына кішкентай емкость бір топливный подогреватель. Топливаны жылытып тұратын. Соның астында термостат бар. Осы. Термостатта клапаны бар. Топливо салқын болған кезде автоматически ашылып подогреватель арқылы барады. Так, енді шахтадан дизельный помещение кіргенде мына жерде су қарайтын жері бар. Кішкентай әйнектен тепловоз оталып тұрғанда қараймыз суды. Егер тепловоз сөнсе, онда мына үстіндегісінен қараймыз. Үстіндегісінде оталып тұрғанда поплавок негіз төмен болады, ал қашан тепловоз сөнсе, поплавок жоғары көтеріледі. Майын қарағанда міне бір таблица бар, міне астындағы қызыл ол минимальный деген, егер оталып тұрса тепловоз. Мына жасылы full деген, тепловоз оталып тұрса, бұл максимальныйды білдіреді. Ал егер тепловоз сөніп тұрса, мына жасыл минимальныйды білдіреді да, ана үстіндегі сервис деген көк, ол максимальныйды білдіреді. Масляной шүп, жаңа су қараған жерге қарама-қарсы жерде орналасқан, бірақ бір жерден ғана өлшенеді. Міне, low деген, бұл оталып тұрғанда самый минимальный. Ортасында full деген бар, ол оталып тұрған кездегі максимальный. Бірақ егер сөніп тұрса, бұл минимальный болып есептеледі. Егер сөніп тұрғанда, мына сервис деген ең жоғары жағындағы, сервис деген жазу ең жоғарында, осы максимальный болады, егер сөніп тұрған кезде. Осылай сөніп тұрғанда да, оталып тұрғанда да қарауға болады майын, бір шөппен. Міне қазір оталып тұрғанда қарап атырмын мен, между рискамидан сәл жоғарырақ болып тұр. Осылай қараймыз майын, май қарау тәртібі. Одан кейін палуба, дизельный отсекте палубада осындай екі жағында топливо өлшейтін бар. Мерникпен өлшейміз. Бұл үстінде резьбовой бар, бірақ кейбір тепловозда резьбасын алып тастаған. Так, мынау бізде баспалдақ. Баспалдақ мынау созылмалы. Үлкейеді. Мына жерлерде башмақтар тұрады. Дизельный отсектен кейінгі отсек бізде мына отсек электрооборудование. Және мынау бізде бункер. Бункердің ішінде құмын осы арадан қараймыз. Сосын мына жоғарыда люк бар. Тепловоздың төбесіне шығатын. Өйткені құмды төбеден құяды бұған. Мына жаңағы созылмалы баспалдақ бар. Соны созып, осы араға іліп, төбесіне шығып, бункерге құм салуға болады. Құмның бункері 800 литр, ішіне сыйымдылығы. Так, дальше. Мына жерде салқындатып тұратын бар, градирне деп аталады. Бұл мына тяговый преобразователь шкафын және вспомогательный преобразователь шкафтарын, яғни мына тоққа қатысты оборудованияларды салқындатып тұратын, салқындатып тұрады. Бұл ауа арқылы воздушное охлаждение және циркуляция воды, судың циркуляциясы арқылы қасындағы тоққа қатысты шкафтарды салқындатып тұрады.
Бұның да өзінің сұйықтығы бар. Соны да қарап тұруымыз керек. Максимальный, минимальный деген делениясы бар бұның да. Бұның ішіндегі сұйықтық 40% судан және 60% этилен гликольдан тұрады, яғни антифриздан. Бұл да негізі минимальныйдан түсіп кеткен екен. Негізі минимальныйдан жоғары болу керек. Үстінде крышкасы бар. Осыны ашып, жалпы осыған құямыз антифризді. Және мына жерде огнетушитель 1 штук бар, электрооборудованияда. Дизельный отсекте 2 штук бар, 2 дана. Және 2 кабинада 2-2-ден жалпы барлығы 7 огнетушитель бар. Мынау бізде әжетхананың есігі. Мына алдында тұрған лампочкалар әжетханаға қатысты. Бұл ана дизельдің суына қатысы жоқ. Кейбір локомотивный бригада дизельдің суымен шатастырады. Бұның ішінде суы бар ма, жоқ па, және биотуалеттің пакеті бар ма, жоқ па, және ішінде отоплениясы бар, отопление қосылып тұр ма, сөніп тұр ма, және су қыздыратын бар, сол қосылып тұр ма, сөніп тұр ма, соны көрсететін лампочкалар бұл. Мына жерде бізде тормозной модуль